Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін біз өте жұмсақ медовый тортын дайындайтын боламыз. Ол үшін видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен бізге май, қант, 2 жұмыртқа, бал натуральный және сода қажет болады. 2 жұмыртқамызды салып аламыз, араластырамыз және балымызды саламыз. Балымыз натуральный болу қажет және дәмі де өте әдемі болады. Дәмді болып шығады. Сол үшін натуральный мед алғандарыңыз дұрыс. Содан кейін ерітілген сары майымызды құямыз, араластырамыз және қантымызды салатын боламыз. Жақсылап араластырамыз және соңында содамызды саламыз. Бізде ұн ғана қалуы қажет. Енді осыны су буында көбігі шыққанша осылай араластырып отырып қоямыз. Бетіне көбігі әппақ болып шығуы қажет осылай. Шамамен 6-7 минуттай ұстаймыз. Көріп тұрғандарыңыздар ене әппақ болып көбігі осылай шығуы қажет болады. Және араластырып аз-аздан 3-4 бөлікке бөліп ұнды саламыз. Араластырып отырып саламыз ұнымызды. Артық ұн салмаймыз, себебі медовыйымыз қатып қалады. Рецептте неше грамм көрсетілген, сол рецептпен ғана жасаймыз. 400 грамм ұн қолдандым мен. Аз-аздан салып отырып қамыр жасаймыз. Соңғы бөліктегі ұнды салып, қолымызбен осылай қамыр илейміз. Көп илемеңіздер. Ең маңыздысы мынау ұн қамырға жақсы араласуы қажет. Осындай қалыпқа келуі қажет. Мен артық ұн салған жоқпын. Бұның ішінде 400 грамм ұн ғана бар. Және бетін жауып, холодильникке 30 немесе 1 сағатқа қойып қоямыз. Енді пергаментімізді бетіне кішкене ұн сеуіп, жаңағы медовыйымызды 6 бөлікке бөліп аламыз. Және барлығын оқтаумен жұқа қылдырып жайып шығатын боламыз. Жайып болғаннан кейін мен 22 диаметрде жасадым. Осылай өлшеп аламыз және үстінен басып алсаңыздар да болады. Барлық 6 коржымызға бөлдік қой, соны барлығын пергаментке осылай жайып шығатын боламыз. Міне барлығын жайып шықтым. 6 корж шықты. Енді осыларды вилкамен тесіп шығамыз. Және пешке 200 градуста 4-5 минутқа салып аламыз қызарғанша. Барлық корждарымыз пісіп шықты. Енді осыны қайтадан тағы да кальциямен басып шығасыздар. Орны тұр ғой, сол жерден қайтадан тағы басып шықсаңыздар болады. Және енді тортымызды жинаймыз. Жанындағы артық корждарды блендерға салып, оны майдалап алатын боламыз. Медовыйдың корждары көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ, иілгіш болып келеді. Енді тортымызды жинаймыз. Артық корждарды блендерден өткізіп алдық. Міне осылай үгітіліп шықты. Бұл енді бізге қазір тортты жинап болғаннан кейін керек болады. Тортымыздың кремін дайындаймыз. Бұл крем өте қарапайым. 500 грамм қаймаққа 100 грамм немесе 120 грамм қант қосамыз және араластырамыз. Осылай өте оңай, үйдегі бар затпен жасалатын крем.
жақсылап араластырып аламыз және тортымызды жинайтын боламыз. 2-3 қасықтан салып отырамыз. Корждарымыз видеодағыдай қаймағымызды жағамызда бір-бірінің үстіне жинайтын боламыз. Міне осымен медовый тортымыз дайын. Осыны қазір холодильникке салып қоямыз. 1-1,5 сағат. Содан кейін кесіп жей берсеңіздер болады. Медовый тортымыз 1 сағаттай тұрды холодильникте. Енді кесіп көрсетейін. Қарап тұрғандарыңыздай өте жұмсақ және ауызда еритін торт. Жасап көріңіздер, үй-іштеріңізді қуантыңыздар. Менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар.